Әндеріміз ұнап жатса, Қуанжы Оғылуды ұмытпаңыздар. Сабыр Абдылдауылды ағамыздың «Айналайын ауылдың адамдары-ай». Бетім ай, жігіт болсаң сілкімейлі, көтерем қаһарың мен бүркімейлі. Бүгін кеште отырсам мына ауылда, ертесі ана ауылың дүркірейді, өсектің өткеншісі сіркірейді. Біреулер өз борышын атқарады, менімен сырласқанға мақтанады. Ауылда қызық бопты деп естісем, менің де есімімді ақтарады, айырмай айқайлайды ау ақтараны. Біреулер отау болып бас бұрайды, мені де шақырады, жатқымайды. Қуаныш деп көтерсем бір тостаған, хабарлап өрлі-ғырлы шақпылайды, өсектің оғы менен атқылайды. Басқаны неге мұндай шарпымайды, қайсысы ел қадырып шалқымайды. Қадірлеп біреу маған қойын сойсан, не үшін сойыпты деп талқылайды, талқысын бірақ күнде сарқымайды. Менің де қам-қайғымды жейтіндер бар, байқасаң адалдық бар кейпімде дәл. Егерде жаңа жейде кие қалсам, қашан алды екеді дейтіндер бар, жалған сөз өсекшіге бейпіл құралы. Ағайын жақсы жаса алаңдамай, аңдысып бір-біріңді арандамай. Барады бастан өтіп заман қалай, тақым қыс болашаққа табандамай. Ауылдың айналайын адамдары. Барады бастан өтіп заман қалай, тақым қыс болашаққа табандамай.